Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар және ата-аналар. Мен Экамбаева Бақтан Мангелдинова Әл-Фараби атындағы оқушылар сарайының арт дизайн бөлімінің киім пішу және тігу үйірмесінің жетекшісімін. Бүгінгі біздің сабақта біз алдында өткен қағаздан жасаған оюымыздан енді біз мынандай фетрден қиып осыған жабыстырып, мына сияқты неше түрлі бұйымдар жасаймыз. Чайниктің астына, немесе табақтың астына салатын неше түрлі осындай бұйымдар жасауға болады. Соның біреуін, бір үлгісін мен сіздерге көрсетемін. Ол үшін бізге өзіміздің үлгіміз және екі түрлі фетр, сонымен қайшы, мынандай тігін машина. Тігін машинаны алдын ала көрсетіп алайын. Біз оны зигзагқа қоямыз. Ол мына жерде көрсетіліп тұр, білесіңдер өздерін. Сыға қоямыз. Міне сыға қоямыз бұрып, сосын кейін ине шаншымын екіге қоямыз. Қоямыз да ары қарай. Оны қазір емес, сәл сонан тігеміз. Енді міне осыдан мен міне уже осылай бүктедік. Алдында міне қағазды бүктіп салған. Кім үйтіп істей алмайды, фетрлер қатты болса, өсті басып, сызып ап, соны қиюға болады. Немесе фетрлерін жұмсақ болса, өсті аламыз да дәл сол методпен өсті бүктейміз. Төрткі, соңген тағы да үш бұрыш қып. Сонда бір жақ жағы бүтін болады міне бізде. Мына жағы осылай, ол да бүтін, бірақ осылай бүктелгенде мына жағы бір жағына қарай ол ортасы болады бізде. Бүктейміз дұрыстап, соңген қаттырақ қысып ұстаймыз, немесе инелерін бар болса, инелерімен шашисыңдар. Мен міне алдын ала сызып қойдым, сіздерді қарындашпен мына оюды үлгісін сызып аламыз. Енді дәл осы сызықпен біз қиямыз. Оны енді дайын болса, сендер ары қарай жасай береміз. Может, оюларының түрлері бөлек болуы мүмкін сендердің. Бәрін бірге біріктіріп отырып қиған кезде негізінде өте қиындау, бірақ істеуге болады. Просто симметрично болады да бәрі. Мына сыртыңғы жағын үзбей қиямыз, оны да қолданамыз. Сосын артынан ашамыз. Енді мынау бәрі қалың болғандықтан кейбір жердерінде кішкене ақаулар кетіп қалса, әгін ақырын өстіп түзеуге болады. Өздеріне қарайсыңдар ғой. Менде мына жері кішкене маған жуандау сияқты. Сондықтан мен оны кішкене жұқартамын. Барлық жағынан төрт жағы бірдей болу керек оюдың. Бізде осындай ою шықты. Енді біз ол оюды міне мынаның сыртында қолданамыз. Оны енді өздерінің артынан міне оны осындай көрсетейін. Міне өстіп сына салған кезде міне ішінен мына оюдың түрі шығады. Оны да артынан қолдануға болады. Сондықтан оны лақтырмаймыз, қоямыз. Бізде осындай ою шықты. Біз оны осылай орналастырамыз. Екінші шашыға міне оған өстіп орналастырамыз. Шеттерін бәрін түзу, әдемі болу керек. Ол үшін біз мына жерде осындай клей карандашпен қолдануға болады. Так, міне өстіп ашамыз.
Енді біз мына жылжы кетпеу үшін мына оюды өстіп клеймен жағып шығамыз түгел. Өстіп жағамыз. Так. Түгел. Так. Сосын аламызды. Мынаны орналастырып. Текстейміз. Ол өстіп тұрақты болып біз тіккен кезде бізге оңай болады. Сондықтан өстіп қоямыз. Мүмкін үші тағы да жылжып кетпеу үшін инелерін бар болса өстіп инемен төрт жағынан жылжып қоямыз. Жабыстырып. Енді біз мынаны машинкаға жүргізіп шығамыз. Так. Сабақтайық. Астындағы жіп бәрібір қандай түс болса үстіне енді кішкене келтіресіңдер. Мен кіти түсін кіти бөлігірек қылып алдым, чтобы ана тікісі көрінсін деп. Так, енді қоямыз. Инені астына түсіреміз. Көкірек өсеміз. Түгел шетімен жүріп шығамыз. Оны мен қыздарым. Бұрылған кезде инені астына түсіреміз де, лапканы көтереміз де, арқарай. Қалмайықсам. Жерін тікпей кетті. Енді машина сондай болады. Бір жерінде кішкене тікпей қалатыны бар. Келе жатқанда мынандай инелерін ақырын алып отырамыз. Біз өстіп айландырып машинкамен тігіп шықтық. Енді міне мынадай жіптерін барлығын алып тастаймыз. Өстіп, міне бізде осындай басылды ою. Енді менде осындай ғана түстер болды. Сондықтан сендер өздерін әдемі түстер таңдап аласыңдар. Міне өстіп неше түрлі ғып жасауға болады. Оны әр түрлі ғып міне мына сияқты ғып матадан жасауға болады. Сосын кейін мынандай шетін бәрін тесіма неше сияқты әдемі әшекеймен міне мына сияқты шетін, мынаның да сендер шетін бәрін. Сосын мынаған тас, бисер бәрін жабыстыруға болады. Әдемілеп. Ол енді өздерін қалай
жасайсыңдар, соған байланысты. Міне бүгінгі сабақта осы оюды өстіп фетрмен жабыстырасыңдар. Оны әдемілеп, әшекейлеп бітіресіңдер сосын. Сау болыңдар.